Сәлем оқырман. Бүгін болса мисс Қосылайықтың нәтижесі шығып, Ақерке бас жүлдені алған болатын. Көбі әділетсіз деп жатқан көрерменге Альмира ханым өз сөзін айтып кеткені бар, оқып көрейік. Жыры бітті ау. Достар кім не десе де әр қыз өз ұпайымен өз орындарына ие болды. Ал арам ойларыңыз өздеріңізге деді Альмира. Ал сіз қалай ойлайсыз? Құрметті оқырмандар, дәл осылай ұзақ өткен біздің мисс 2025 анықталды. Ақерке қыздарыңыз коронаны көрдіңіз бе, басында тұр. Қыздар құттықтап жатыр. Құттықтаймыз, міндетті түрде құттықтаңыздар. Мен сестрем Камали мисс мира болады көресіздер. Дейді Зарина. Қуанып жатқаны көп болса, қолдамай жатқанын саны одан да көп секілді. Көбінің ойынша Айгүл болу керек еді дейді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікірлерді оқысам көбі Ақерке алғаны ол Сержанның арқасында. Бауыржан досы болғасын осындай нәтижеге жетті дегендер де аз емес. Бірінші вице-мисс Айгүл, қалайсыз Айгүл, көңіл күйіңіз бәрі орнында ма? Әрине көңіл күйім бәрі жақсы, орнында. Құттықтаймыз. Қолдаушылар сіздер міндетті түрде құттықтаңыздар. Көңіл күйіңіз түспесін. Көңіл күйіңіз түспесінші. Бәрі дұрыс па? Әрине. Не айтасыз енді? Не айтқанда жалпы қызық болды негізі. Бастапынан бастап қызық болды, өзіме өте бай. Қалай айтсам, қолдаушыларыма ең алдымен қолдаушыларыма рахмет айтамын. Көп себебі қандай жағдай болмаса да Айгүл біз үшін сізді қолдаушылар көп болды. Ұпайларын қарасақ Ақерке 58, Айгүл 55, Айнұр 48 ұпай алғаны бар. Қорытындыларына келсек Ақерке ұпаймен жеңіп тұр. Менде реально өзім қатысып отқандай бір апта бойы бір уайым болды да, прям кім алады екен деген сияқты, каждый раз комментарий оқып деген сияқты, очколарды есептеп. И сөйтіп кеше ішім бір жаман болды да, вдруг ертең басқа қыз алып кетеді деген сияқты. Бірақ сол бір апталық еңбекті ақтады. Мен подругам всегда мисс қой, енді біз үшін болмаса да болатын еді. Үлкен рахмет барлықтарыңызға, қолдаған, дауыс берген. Өзі де негізінде жюрилардың даусынан да өте күшті болып алып шықты ғой. Құттықтауларыңыз